Өткен жолы ойында сәтті ойын көрсетіп, көрермендер көзайымына айналды деп айтсам қателеспеспін. Экономика және бизнес факультеті бірінші курстағы мен қыздарынан құралған Юсуф Мироғлының қарындастары. Басты рөлдерде Тұрсынай Жұмаоғлы, Анел Айдарқызы, Махаббат Құрманоғлы, Әйгерім Аташ. Екінші бөлім полу финал. Қайырлы кеш, қадірлі татулықтар. Бүгінгі біздің шайлық есеп беру концертімізге қош келдіңіздер. Бірден айтып қойып, әзілдеріміздің бас жағы өтпей қалуы мүмкін. Себебі бас жағын өзіміз жаздық. Ортасына келе авторымыз тауып алдық вокзал жақтан. Жақсы жалғастырамыз. Сақалы кішкене ұзын болып өсіп кеткен, түрі сүйкімсіздеу болып кеткен, көзі әдемі болып, көк көмбек болып көгерген, қасында таудың бұлағындай сыңғырлаған шөлмектер жатыр. Сосын үйге алып келіп брендке келтірдік тамағын беріп. Қарны тойғасын өзімізге ұрса бастады. Неге дайындыққа келмейсіңдер деп, бірақ болмаңыз демес. Қыздар, кеше маған кімнің хабарласқанын білесіздер ме? Кім? Жігітім. Иә, не деп жазды? Жүрмей қояйық деді. Қыздар, кеше үйе жатсам, атудың 60 жылдығы есіме түсіп кетті. Сөйтіп, атуға тосын сый болсын деп соткамды 60% қылып зарядтап едім. Ату, байқұс мәз болып шығар, иә? Ой, тұрмай, оған кірмапсың, ей. Біздің одан да күшті сыйлығымыз бар, қабыл алыңыздар. Бұл негізі 60 деген сан болатын. Бұны түсінген де бар, түсінбеген де бар. Негізі бұл сыйлықта былтыр көрсетейін дегенбіз, бірақ 59 жасау қиын болды. Еске алыңдаршы, саябақта жігіттерімізбен қыдырып, балмұздақ жеп, кино көріп. Қыздар, естерінде ме кішкентай кезімізде атқа мініп алып, көкпар шауып, қозыларды арда берде лақтырып, бір уақытта атымыз шаршап бізге мініп алып, біз шаршап қалып. Шаршап кеттім. Не деген қызды сыйламайтын аты, ол сен үстіме мініп шауып жүрген. Қазіргі таңда қазақтың қара домалақ қыздары шетел азаматтарына тұрмысқа шығып кетіп жатыр. Бұл әрине біздің тараптан өкініш тудырады. Какой-то қап-қара доп-домалақ қыздар тұрмысқа шығып кетіп жатқан кезде. Белгілі жіңішке, бойлары ұзын, мендей сары қыздар қалып кетіп жатыр. Анел аңдағы өкініш па, әлі ауырмай жүрек па? Бірақ негізі жігіттерден де бар, қыздарды кінәлай береді. Өздері жүреді, анау жақсы, мынау жаман деп. Бір бұрышта тұрады, квен жүргізіп. Жастары болса 30-да. Бірақ Айдын аға оның сізге қатысы жоқ, сіз 28-десіз ғой.
қалай сынғансың өзі? Қазақта өнегелі сөз бар. Әзілің жараса, атаңмен ойна дейді. Сенбеңіздер. Бұл өтірік. Құр қоспасын өстіп қалады екенсің. Қымбатты достар, сөз соңында. Қазақ халқы қыздарын аялап сыйлаған ел. Байқағандарыңыздай, біз жалғыз қыздар КВН командасымыз. Түсінген шығарсыздар, иә? Енді топырлаған еркектердің арасында бізді өткізбей қайдан. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Юсуф Мироғлының қарындастары. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Былтырғы жылғы факультет аралық көңілі тапқырлар сайысы, яғни жайдарман